Армысыздар, қадірменді ағайын, Алау телеарнасында көкейтесті сұхбат хабары және сіздермен бірге мен тележүргізуші Мұқтагүл Тажымұханова. Өңірімізге танымал жазушы Оразалы Жақсановтың биыл шығармашылығына 40 жыл толады. Саналы ғұмырында журналистік мамандықтың қыр-сырын меңгеріп, сонымен қатар шығармашылықпен, жазушылықпен айналысып, 30-дан астам кітап шығарған қоғам қайраткері, жазушы, қаламгердің биыл шығармашылығына тура 40 жыл толып отыр. Бүгінгі студиямызға шақырған қонағымыз жазушы, журналист, Қазақстанның құрметті журналисті және мемлекеттік Бейімбет Майлин атындағы сыйлықтың лауреаты, мәдениет қайраткері Оразалы Жақсанов мырза. Оразалы ағай, сәлеметсіз бе? Студиямызға қош келіпсіз. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сіз енді саналы ғұмырыңызда міне зейнетке шықтыңыз. Зейнет жасына дейін жазушылықпен осы қалам тербеп келе жатырсыз. Қаламыңыздан ешқашанда, қаламыңыздың сиясы ешқашанда кепкен емес. Енді осы 40 жылдыққа қандай жетістіктермен жеттіңіз? Енді әрине 40 жыл өте шықты. Осы алдағы 25 маусымда мен Әл-Фараби атындағы ұлттық университетінің журналистика факультетін бітіргеніме 40 жыл толады. Әрине 40 жылдың ішінде атқарылған жұмыстар көп. Ең бастысы мен бақыттымын, өзім таңдаған мамандығыма қолым жетті, ең бастысы. Шама шарқым келгенше халқыма адал қызмет етуге тырыстым. 40 жыл босқа кеткен жоқ деп ойлаймын. Әрине журналистік жұмысы үлкен, қиын да жауапты қызмет. Соның барлық біраз сатыларынан өттім деп ойлаймын. Енді осы еңбек жолымды бітіре салысымен өзіміздің облыстық мынау Баспасөздің қара шаңырағы биыл 100 жылдығын атап өткелі отырған Қостанай таңы газетінен бастадым. Сол газетте бір орында табан аудармай 20 жыл қызмет еттім. Содан кейін қалалық Наш Қостанай, соның ішінде қазақшасы бар, біздің Қостанай деп аталатын. Сол жерге қызмет атқарып, кейін сол ненің қазақ редакциясының редакторы болып, осыдан 3 жыл бұрын зейнеткерлікке шықтым. Одан берде міне 4-ші жыл қарап отырған жоқпын. Әлде де қызмет жалғастырып жатырмын. Мынау Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Қостанай облыстық өкілдігінде баспасөз хатшысымын. Сондай-ақ мына республикалық ана тілі газетінен соның осындағы тілшісімін. Сонымен қатар мынау республикалық қазақтың белгілі классик жазушысы Дулат Исабеков басқаратын мәдениет журналында атсалысып тұрамын. Ахаң мен Жаһан кезінде шығарған Әлихан Бөкейхановтар атсалысқан тікелей қазақ газетінде де тұрақты соны автормын деп айта аламын. Әрине қарап отырған жоқпын. Осыға шейін 30-дан астам кітап жаздым. Әлде бір 10 шақты кітап жазуға дайын. Соны пандемияға байланысты уақытша тоқтап қалды. Бірақ алдағы уақытта ол жалғасын табады деп ойлаймын. Бірақ күнделікті оқимын, жазамын, әлде еңбектеніп жатырмын, қысқаша айтқанда. Және мен қарап отырмын, өзіңіздің қаламыңыздан шыққан кітаптарыңыз тау алыстаған сайын биіктейді, адам өмірге қонақ екен деген, яғни пәлсапалық бір ой толғамдарыңыз, осының ішіндегі тақырыптарыңызды қалай таңдайсыз кітаптың? Қандай тақырыптарға қалам тербейсіз? Мен негізінен өзімді мәдениеттанушы, өнертанушы, тұлғатанушы, жазушы, журналистпін деп есептеймін. Сондықтан мен шығармашылығым негізгі арқауы мына тағдырлар, өнекей мына елге еңбек сіңген қайраткерлер, қоғам, ел қайраткерлер, өнер жұлдыздары, әртістер, композиторлар. Ол тек қана біздің Қостанай өңірі емес, бүкіл ел бойынша қамтыдым деп айта аламын. Енді мысалы өзімнің мынау тау алыстаған сайын биіктейді деген кітабым осыдан біраз жыл бұрын жарық көрді. Мына көрсеңіздер болады, мына ішінде өзіміздің елге белгілі Шәңгерей Жәнібеков, Манаш Қозыбаев, атақты тарихшы, содан кейін Кенжеғали Сағадиев, Сатуалдин секілді мына ірі, жай емес, ірі академиктер туралы жаздым. Енді содан кейін көбірек еңбектенді, оның бәрі әрине бұндай бір кездесуде оның бәрін қамту мүмкін емес. Дегенмен де осы кітаптың өзінен алсам да жаңағы мына жерде көрініп тұр, міне қазақтың халық артисі Елубай Өмірзақов, қазір филармониясы сол кісінің есімімен аталады. Одан кейін де мынаның ішінде ақтарып отырсақ, мысалы мынау Сатуалдин, жаңа айттым ғой, Сағындық Сатуалдин,
басқа да осында көрнекті шыққан тұлғалар бар, мысалы. Енді бүгін мына көріп отырсыздар, Сырбай Мәуленов, атақты өзіміздің торғайлық ағамыз ғой. Енді осы кісілерді жалпы көп кісілерді қамтуға тырыстым. Осының ішінде енді бәрі де бар ғой, мысалы кешегі Зұхан, мысалы Қостанайда мынау қазақыландыруға елеуші үлес қосқан, осында қазір мына университеттің, Қостанай университетінің қалыптасуына үлкен еңбек сіңірген кісі ол. Басқа да осындай тұлғалар ғой. Мен енді оның бәрін 30-дан астам кітап жаздым, оның бәрі бар. Бірақ дегенмен мен осы кітаптарым үшін қарап отырсам, мен Бибігүл Төлегенова, Роза Бағланова, Әлібек Дінешев, басқа да көп деген жаңа қазақтың өнері үшін бүкіл өмірін сарп еткен ағаларымыз бен апаларымыз туралы мен жаздым, кездестім. Тіпті олардың қолтаңбасын алдым. Ол да бар менде. Кейін өздеріңіз білесіздер, қазақ мынау журналистикасының қалыптасуына ары қарай елеулі үлес қосқан, осында көптеген біз өзімізді мақтанамыз біз. Қожакеевтің шекпенінен шықтық деп. Темірбек Қожакеев атақты профессор, сол туралы, басқа да Әлфайыз Ыдырысов деген ағамыз туралы бір кітап шықты. Ол кітапқа да ендім. Жалпы мен қамтыған нәрселер көп. Ең алғашқы кітабым әрине Өмір керуен. Бұл маған ыстық. Былай жатқанда әрбір жазушының, қаламгердің әрбір кітабы, еңбегі өзінің бір іштен шыққан шұбар жылан дейді ғой. Бұл да бір балаң секілді. Бұған да ұзақ дайындаласын, еңбектенесің, көз майын тауысып деген секілді. Қанша күн, қанша түн отырып жазасын дегенде толғанасың. Сондай толғаныстан шыққан дүниелер ғой бәрі. Осы мен ыстық. Оған алғы сөзді өзіміздің белгілі ақын, қазақтың Нағашыбай Мұқатов ағамыз алғы сөз жазды. Бұл кітапта өзіміздің жерлес ағамыз, әрі өзіміз тұтатын Ақылбек Шаяхметов секілді ағаларымыз маған өздерінің тілектерін жазғандығы үшін құттықтаулары, лебіздер, жылы лебіздері бар. Солардың бәрі маған қанат бітірді. Бұл алғашқы ол қанша дегенмен көзге ыстық. Содан кейін адамдар өмірге қонақ екен деген кітабымда дүниеге келді. Бұл кітап өзі бір, жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, бір ой салатын жастарға адамгершілік тәрбие жөнінде көп деген нәрселер, мысалы тағдырлар, ой толғамдар, мөлтек сырлар деген бар. Мұнда өзіміздің жаңа өздеріңіз білесіздер, арамызда жүрген аяулы қарындасымыз Аруна Жақсығұлова, ол кісінің өмірлік жары Кеңес Дүйсенғали Оспанов секілді, және де басқа да Алданыш Алматов секілді азаматтар болды. Жаңа өзіңіз айтқандай Ақылбек ағамыз, Нағашыбай ағамыз бар, осының ішінде басқа да тағдырда бастан кешкен адамдар бар. Бұны кітапты алған адам енді біраз нәрсені түйген шығар деп ойлаймын. Кезінде кітапханаларға берілді кітаптар. Онан кейін бұл кітаптың ішінде биыл 70 жасқа толып отқан өзіміздің мынау атақты карнавал ансамблі бар ғой, соның жетекшісі Шамил Пахрудинов. Ол кісінің енді бүкіл әлем шарлап шықты ғой. Кезінде қиын балалардан ансамбль құрып, соны әлемге танытқан мықты бір бауырларымыздың бірі деп есептеймін мен. Сонымен қатар өмірден өткен арамызда қазіргі мынау Елубай Өмірзақов атындағы филармонияны басқарып, кейін енді өмірден ерте кетіп қалды. Назымбек Молдахметов секілді бауырларымыз бар. Осылар туралы да кеңірек қамтудың өнер қонған шаңырақ деген еңбегінде соның бәрі қамтылды. Жалпы мен ойлаймын, осы өмірде, осы өнер саласында, мәдениет саласында жүрген көптеген тұлғалар менің әңгіме арқау болды. Мысалы, мен театр және өмір деген кітап жаздым. Сосын мынау үндері кетпес құлақтан дейді, облыстық филармонияның соның негізін қалаған. Соның ең алғашқы әншілерінен бастап, осынғы арамызда жүрген азаматтарда қамтылды. Сондықтан да мен жаңа айтып отырмын ғой сіздерге, сол мәдениет саласында, өнер саласында біраз еңбектендім. Әрине, бергенімнен берерім көп деп ойлаймын. Әлі өмір болса, алдағы уақытта тағы да қамти беремін деген ойлаймын жалпы. Негізгі мақсат сол, енді адам ол жазған адам ол жалпы қарап отыра алмайды. Мынау менің әріптестерім, ақын жазушылар, ғалымдар, олар енді үнемі ізден үстінде болады. Біздің басымыз бос болмайды, үнемі ой үстінде жүреміз. Тың тақырыптар жүреді. Тағы мынау көшеде жазып келе жатқанның өзінде алдағы шығармаларыма арқау болатын тақырыптарды ойлап жүреміз. Қандай мәселеге көңіл бөлсек. Өзі тақырып дегенде өмір тудырады ғой. Өмірден туады, тағдырлар туады, жаңағы көптеген, өзім кезінде мына жетім балаларға әке-шеше тауып бердім. Осы Қостанай таңында жүргенде әлі есімде, қазақтың баласы кімге керек деген бір
мақала жаздым. Онда мына КСК-да 3-ші балалар үйі болатын. Сол жерде Марат деген есімді өзінің көзі қап-қара мөлдір өсіп. Сол азаматты бір ата-ана табып өзім мұрындық болып едім. Сол бала қазір дін жолына түсіп кетті. Көрген кезде мен құшақтап кәдімгідей, аға, сіз болмасаңыз кім болар едім, мен қазір көшеде қаларым едім деді. Кейін әйтеуір сол дін жолына түсіп кетті. Бала шағалы, мен ол үшін өзім бақытты сезінемін. Осы кезінде большевичканың бір тігінші қазақтың өздерің секілді аяулы қыз асырап алған еді. Сол асырап алып, өзінің 3-4 баласы бола тұра, соны асырап алып, қамқорлық танытты. Енді мынау біз енді журналист болған соң тек қана мынау былайша айтқанда жүрген тұрғанға емес, халыққа қызмет етіп, соларға құшағымызды ашып, өзіміздің бауырларымыз құшағымызды алып, жаңағыдай азамат болып қалыптасуына үлесімізді сол үшін де бақытты емеспіз біз. Әрине. Мен ол бүкіл қызметім 40 жылдың ішінде енді қарап жүрген жоқпыз ғой. Сондай нәрселер мен өзім есімде қалды. Ол кітаптар болса да ғой, кітапта өзінен жазыла қоймайды. Бұл жұрттың бәрі онда журналист жазушы болып кетпей ме? Әрине. Сондай жағдай осы енді. Әлде сол ойға алған мақсаттарым бар, ойда жүрген тақырыптар бар. Оны енді алдағы өмір көрсетеді ғой. Сіз енді 40 жылдық тәжірибе, адам тағдырларды жазамын, өмірін жазамын, тұлға танушымын дедіңіз. Осы жасқа дейін не түйдіңіз? Тұлғалық тану дейсіз, қандай ой түйдіңіз? Расында да адамдар өмірге қонақ, қаншама адамдар өмірден өтіп жатыр қазір. Керемет осы қоғамға үлес қосқан, өзінің талантымен, дарынымен, жазушылығымен бір сондай үлкен септігін тигізген адамдар да өмірден өтіп жатыр. Жалпы осы төңірегінде не айта аласыз? Өмірден түйгеніңіз? Енді өмірден түйгенде былай ғой, жалпы бізде анау рухани жаңғыру деген бағдарлама болды. Оның үстіне қазір мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы айтып жатыр ғой, ұлыларды ұлықтауымыз керек деп. Осы ұлықтау мәселесіне бұның тәрбиелік мәні өте зор. Кейінгі жастар алдына қарап еліктейді, солары өсиет. Арамызда жүрген жаңа өзім айттым ғой, жаңа белгілі өнер қайраткерлері, қоғам қайраткерлері, жазушылар, ақындар, актерлер, солардың бәрі өмірі тағылым емес пе? Мысалы, енді арамызда осы пандемияның кесірінен қаншама адамдар кетіп қалды арамызда, мысалы. Кеше жүрген арамызда жүрген мысалы Ғұмар ағамыз Ахметшин жазушы кетіп қалды. Ол кісінің де тәлім тәрбиесін көрдік кезінде. Кейін өздеріңіз білген қазақтың көрнекті журналисті Сәлім Меңдібаев қандай азамат еді. Ол кісіні мен мұндағы Қостанайдағы ұстаздарым қатарында болсам. Өзі Қостанайда өзі біраз журналистерді, жалпы мен ойлаймын да, журналист қауым бұл тек қана алдыңғылардың ғана емес, кейінгілерден де үйренеді. Өйткені жастар да шығып келе жатыр. Жастардың ішінде де қазір жақсы талантты жазушылар, ақындар бар артымыздан келе жатқан. Солардың да шығармаларына мән беріп отырамын, мен қарап отырамын. Солардың қалам тербестеріне, солардан да түйем мысалы біраз нәрселер. Жалпы тұлға деген енді ол ел үшін еңіреп өткен адамдар ғой. Мысалы Алаш қозғалыстарының қайраткерлері, мысалы Ахаң, Жақаң, Алихандар, басқа да қаншама Алаштың ардақтары. Осы біз үшін осы жарқын өмір үшін, тәуелсіздік үшін өмірден өткен жоқ па? Бабаларымыз бар, қаншама зерттеуді қажет ететін, мысалы батырларымыз бар. Солардың бәрі енді ойда бар, бәрін қамту мүмкін емес екен. Кейде өмірде жетпейді оған. Бірақ өзі былай енді әртүрлі. Мысалы мен өзім бір кітап жазсам, тағы бір кітапқа бір сұранып тұрады адамдар. Мен де қозғалсаң қалай болады, бауырым деген секілді. Өзі ойланам, бір неған кейін адам шабыт қой, шабыт келеді, өзі табылады адамдар. Мысалы, қазір ойлап жүрмін, мысалы, Қазақстанның өзінде. Мен енді жаңа айттым ғой, 31 кітап жаздым деп. 31 кітабым ішінде мен бүгін 3-4 ғана алып келдім қолымдағына. Жалпы оларда өте 3 томдық кітаптарым бар. Елім деп соққан жүрек деген. 100 әнші біздің эстрада жұлдыздары қазір көрнекті, солар туралы 100 әнші туралы кітабым бар, өзі жеке жалғыз кітап. Соның ішінде де қаншама әншілер, осы қазір мына Қыдыр Әлілер, мысалы кезінде олардың бойдақ кезінен бастап білемін. Марат Омаровтар, Секен Тұрысбековтер, Нұрлан Өнербаевтар, марқұм Мәдина Ералиевамен де былай сырлас болдым. Басқа да көптеген Роза Рымбаевамен де сұхбат алған мен кезінде. О жағынан келгенде өзім ойлаймын,
соларда осы тұлғаларды зерттеу арқылы өзімде өстім. Әрине. Рухани жан дүниемесі, жан сарайым кеңіді. Әрине. Мен мысалы театр зерттеушісі атақты мемлекет сыйлығына Әшірбек Сығайдан көп түйдім. Мен мысалы ойлаймын да, ол Дулат Исабековтерден, мысалы осы жерде жаңа айтып өттім ғой, жаңа Серікбай Оспанов, жаңа Ақылбек, Нағашыбай, Қуаныш Орманов деген секілді, Жайберген Болатов деген, мына Қостанай тағын басқарып отқан Жан ағаларым бар. Солардың бәрі де біздің алдымызда келген адамдар ғой. Жалпы болашақта да сондай ойлар мазалайды мен. Сол көкірегімде былай айтқанда толған мақсат толғау. Бұл шығармашылық адам ол тоқтамайды. Өмір тоқтасаң ізденісте тоқтайды, тоқырауға ұшырайсың. Үнемі ізденісте үстінде боласың. Енді қаншама газет журналдар жазылып оламын. Жаңа мәдениет деген журнал, ол да мысалы маған берер өте мол деп есептеймін. Онда да көптеген мәселелер қозғалады. Енді айта берсек көп қой ойлар. Мен өзімді ерекше бақыт ететін, мен өзін-өзі мақтаудан аулақпын. Дегенмен де осындай жағдайға жеткен осы ата-аналарым жөнінде, мен өзім ата-аналарым қимас жандар қадірі деген кітап жаздым мен. Өзім кеше Шопанның қатардағы қарапайым ғана Шопанның баласымын. Анам марқұм Анар кітап құмар кісі еді. Түнімен кітап оқитын. Сол кісіден ерікті мен дүниеге журналист етіп алып кепті ғой. 1956 жылы 5 мамырда қазіргі Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Дербісек деген бір киелі ауылда дүниеге келдім. Ауыл болғанда өте кең, былай жалпы табиғаты бөлек, 20 мыңға жуық халық тұрады бір ауылдың өзінде. Сондай киелі жерде ораза кезінде туылыппын, атымды оразалы қойыпты содан. Сөйтіп солай өсе келе сол 5-6 сыныптан бастап жазу сызу өзі әрбір қаламгердің, өнер адамдарының қабілеті, бейімділігі сонау мектептің алтын босағасында жүрген кезде басталады екен. Енді мен әке-шешем қырда көбіне малдың соңында жүрді. Ол кезде де оңай болған жоқ, малдың соңын бағып. Интернатта оқыдық, интернатта жатып оқыдым, интернаттың қарананын жеп өстім. Интернатта оқып жүр, талай қазақ баласы дегендей, сол интернатта оқып, сол жерден тілшілікті бастап, аудандық газет, Оңтүстік Қазақстан облысы, Оңтүстік Қазақстан деген газет бар, Қазақстан пионері деген ол кезде республикалық газет бар. Соларға жазып, сызып, сол әскерге кетіп, әскерден кейін келіп осы қазіргі Қазақ мемлекеттік университетінің журналист факультетін аяқтадым 82 жыл. Содан бері қолымда осы қалам ұстап келе жатырмын ғой. Мен материалдық игіліктен гөрі осы рухани байлықты жоғары қойдым. Сол бүкіл өмірімді соған бағыштадым. Солай енді өнерім өмірім деп есептейтін ағаларым бірімін ғой, былай қысқаша айтқанда. Енді Қостанай киелі мекен, 40 жыл болды осы жерде тұрғаныма. Сіз сол Қазақ мемлекеттік университетін бітіріп жолдамамен келген жастардың бірі болдыңыз ба? Жас маман болып келдім ғой. Қостанайға жас маман болып келдік. Осы жерде қалдыңыз? Осы жерде қалдым енді. Суы бұйырды, дәмі бұйырды? Дәмі бұйырды. Өнекейін қай жер болса да қазақтың жері ғой. Бұл оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс деп бөлуге болмайды. Қазақтың бір жері біреу. Қазақ қазаққа керек. Әлемде қай жерде жүрсе, біздің жүрегіміз тек қана қазақ деп соғу керек. Сондай ұстанымдағы адамым мен. Қостанайда енді қала жері. Осы жерде 40 жыл істедім. Осында қаншама адамдар мен бауырларым, өздерінің секілді қарындастарым бар, інілерім, ағаларым бар, бәрі. Мен осында бір бауырларым келді. Осыдан бір үйлену тойында келді. Үйлену тойында келіп, сонда өзіміздің осында ағалар алдымызда жүрген. Солар сөйлеген кезде айтты ғой, Ореке, сен өзі нағыз бауырларыңды осында болып кетті ғой, сен қазір саған ішер бөлмейсің, нағыз қазақтың ұлы болыпсың ғой, қазаққа ортақ болып қапсың ғой деді. Енді жұмысымыз қазақ, жүрегіміз, еліміз, халқым деп соқса, енді ұлтымыз үшін еңбек сіңіреміз ғой, қай жерде болмасын. Қай жерде болмасын, өзің адал еңбегіңмен жүрсің. Шымкентте болсын, қай жерде болсын, Қостанайда, Алматыда болсын, адам тек қана еңбегімен көркейеді. Кейбіреулер айтады ғой, лауазым иесі болса, анау сол көтереді дейді. Ал негізінде адам көркейтеді бәрін. Сонда лауазымды да, қызметті де, мамандықты да көтеретін адам. Адамның тағдыры өз қолында.
жақсы болма, бақытты болуда қай жағынан да деп есептеймін. Қостанайда 3 ұлым дүниеге келді. Өмірлік жолдасым Зора Калекбарқызы да осы мәдениет саласының қызметкері болып, қазір зейнетте, қазір 2 немересіне әже болып, асыл әже болып отыр үйде. 3 ұлым бар. Тұңғыш ұлым Нұржан облыстық филармонияда әнші, екінші Рауан деген балам ол мемлекеттік қызметте, кіші балам мынау ағылшын тілінен мұғалімі. Әмре, Әмзи деген 2 немерем бар. Соларға сол қарап, бос уақытта қыдыртап, сөйтіп өзіміздің аталық жолымызды жүріп жатырмыз. 2 келінім бар. Отбасымызды айтпақшы, биыл тағы бір ерекшелік, мен үйленгеніме де 40 жыл толып отыр. Осы жаңа 25 маусымда толады. Алматыда үйлендік. Алматыда сол студенттік жастар тойын өткіздік кезінде. Сол жерде болып, сол Алматы біз үшін өте ыстық. Қашанда енді соңғы кездері пандемияға байланысында да көп жаққа шықпадық қой, бәріміздің де қол аяғымызды байлап тастады ғой. Енді сілкініп жан-жағымызға қарап, дұрыс алып келе жатырмыз деп ойлаймын мен. Солай қарындасым. Енді болашақтағы жоспарыңыз туралы айтсаңыз, әрине сіз айттыңыз, қалам ешқашанда тоқтамайды, шығармашылық тоқтамайды дедіңіз. Бір ойда жүрген армандарыңыз, жоспарларыңыз? Енді арман, жоспар, енді ол негізінде олай ғой, алдын ала айтқанды онша көп не қылмаймын. Мен өзі біреу уәде берсем сертімде тұратын жігіттің бірі деп есептеймін өзімді. Сондықтан алдын ала айтқандар, бірақ жазушылық, мынау енді еңбектер бар ғой, жазып жүргендерім бар. Алдағы уақытта қолға алып соларды шығарсам деген ойым бар. Бірақ енді оның бәрін алдын ала айтпай-ақ қояйын. Кейін жүзеге аспай қалса, ұят болады жұрттан. Анау Орекең былай деп еді, қазір бұл не болып қалған деген секілді әңгіме болмас үшін, бірақ алдағы уақытта жемісті жұмыс істеуге тырысамын, шамам келгенше, қал-қадірім келгенше дейді ғой. Денсаулық болса, Алла тағала. Ең басы еліміз, халқымыз аман болсын. Кешегі қаңтар оқиғасы көрсетті еліміздің, соның бәрімізде отансүйгіштік, сол жастарды әсіресе отансүйгіштікке, патриоттыққа баулайтын дүниелер жазсам деп ойлаймын. Өйткені бізге отаншыл болуымыз керек. Өзіміздің тілімізді, дінімізді көтеруіміз керек алдағы уақытта. Ұлт бар жерде тіл бар, тілсіз болмайды. Тіл ұлттың жаны. Өзіміздің нағыз ана тілімізді. Өзім балаларым бәрін қазақша оқыттым, немерелерімді сол арманым қазақша оқыту. Қазақ балабақшаларына әлі кішкентай олар. Нәресте сәбилер 3 жасар алды. Алдағы уақытта солар нағыз қазақтың мынау тәуелсіз елдің тірегі болар, жігіттер болып өссе екен деп армандаймын. Сол жастарды сондай кішкене сондай ғибраттыққа тәрбиелейтін дүниелер жазсам деймін. Біз өйткені ол жастарға, біздің енді мына қазіргі өмір жастарға байланысты. Тәуелсіз елдің болашағы солардың қолында. Соған қазіргі жастар кәдімгі намысшыл, былай не дайқанда батыл, қайсар тұлға болып қалыптасса екен деймін жастар. Жастар жігітші болу керек та. Боз балаларға сондай бойына сондай жақсылықтарды тәрбиелей беруіміз керек. Жаңа ұлтжандылыққа, мемлекетшілдікке, елжандылыққа деген секілді сондай тәрбиелейміз. Қыз бала енді болса да, ол да инабаттылы. Қыз балалар біздің ұлттық паспортымыз ғой. Әрине. Оларға көп нәрсе байланысты балалар. Сондай жағдайлар енді. Мақсатымыз сол қазақ елі дами берсе екен, енді жаңа Қазақстан деп жатырмыз ғой. Жаңа Қазақстан, осылай жаңа Қазақстан болып, әлемге танылып, ұлтымызды жоғарыдан көріне берсе деймін мен сол. Түсінікті. Бізге берген уақыт аяқталып қалған екен. Расында да осы өзіңіздің тілегіңізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтасақ па деймін. 40 жыл шығармашылығыңызға үлкен, әлде де осындай 40 жыл еңбек етіп, қоғамның игілігіне қаламыңыз ешқашанда, қаламыңыздың сиясы ешқашанда кетпесін дейміз. Алдағы уақытта да сізге үлкен шығармашылық табыстар тілеймін. Және әрине шабыт келе берсін дейміз. Осындай бір тың тақырыптарға қалам тербеуге. Құрметті көрермендер, осымен хабарымыз аяқталды. Бүгінгі студия қонағы болған, биыл шығармашылығына 40 жыл толып отырған Қазақстанның құрметті журналисі, мәдениет қайраткері Оразалы Жақсанов болатын. Бүгін бізде қонақта, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.